Айдананың қуыршағы 8 бөлім. Бір кезде біреуі еңкейіп, әппақ үлкендігі адамның басындай бірдеңені көтеріп алды. Салмағын білгісі келгенде қолмен теңшей өлшеді. Бір-біріне қуаныса қарап, біраз әңгіме айтты. Сөйтті де ары қарай тобымен бірге кете барды. Олар бағанағы сылқ түскен адамды мүлдем ұмытып кетті. Ол сол бір қырына түскен күйі қозғалыссыз жатты. Дабырлаған үшеуге екі адам қарсы жолықты. «Әне, сендерге қайық дайындап қойдық», деді үшеудің бірі. Екі адам олардың қолындағы адамның басындай ақ тасқа қызыға қарап, мойындарын созып еді. «Барыңдар, қайық керек болса тез алыңдар, әйтпесе айнып қаламын», деуі сол екен. Екеуі жүгіре жөнелді. «Қап!» деді Айдананың әкесі. «Әке, не болды? Маған да айтшы», деді шыдамсыздана қызы. «Аналар ұзап кететін болды. Қайда кеткендерін біле алмай қалмасам болды ғой», деп тыпыршыды. «Әке, соңдарынан бара берейік те. Тып-тыныш жүрсек, бізге ешкім тиіспейді», деді. «Менің қызым ақылды», деген әкесі қызын көтеріп алды да соңдарынан жүрді. Апандай дәу қабыршақтың ішіндегі жәндіктің ақшылтым етін сылып алып, темір ыдысқа салып жатқан адамдарды көргенде Айдана шошып кетті. «Әке, мынау менің қуыршағымның баласы», деп айғайлап жіберді. Қыздың дауысына ана екеуі жалт қарады. Қарады да екеуі аяқ асты бір тажалға тап болғандай қалтырап, дірілдеп, өз-өздеріне шошынып тұра зытты. Әке мен қыз таң қалды. Әкесі: «Қызым, менің кескінім қорқынышты болып кеткен жоқ па?» деп сұрады. Әкесінің бетіне мұқият қараған қызы: «Жоқ, әкешім, қайта қашып бара жатқан ана екеудің түрі қорқынышты. Сіз әдемісіз», деді. «Онда олар әдеміліктен қорқып кеткен ал», деп жымиды әкесі. Кетіп бара жатып, артына қарап еді. Әлгі екеу қайтып келіп бақырайып тұрды да қайта құнжыңдап істеріне кірісіп кетті. «Әкетай, сіз қайда барасыз? Қуыршақтың баласын іздеп келдік емес пе?» деп шырылдады қызы сол сәт. «Қуыршақтың баласын 3 кісі алып кетті. Соның соңына түсіп барамын», деді әкесі. Бұл мекеннің адамдарының түсі қара қоңыр, бойлары кішкентай екен. Ал біздің Айданамыз бен оның әкесінің түсі ақ, өздері бойшаң еді. Үйлері тапал-тапал, тоқал тамдар. Қалай болса солай, қиқа-жиқа сала берген. Біздің атамыздың ауылдағы мал ұстайтын қорасына ұқсас, деп ойлады Айдана. Жолдас кездескеннің бәрі аяқ асты тап болған ақ адам мен оның қасына ерген қызына шошына қарап, үйді-үйлеріне бақырып қаша бастады. Тіпті кейбірі айдалаға, беті ауған жаққа қарай тым-тырақай зытты. Бұл көрініске Айдана тырқылдап күлсе, әкесі: «Қызым, менің түрім қорқынышты болып кеткен жоқ па?» деп тағы сұрады. «Жоқ, әке, сіз әдемісіз, ал анау қашып бара жатқан адамдар қорқынышты». «Әке, қорқынышты адамдардың бізді қорқытпай қашып кеткендері қандай жақсы болды», деді қызы. Бағанағы үшеу көзге көрінбесе де, іздері сайрап жатыр еді. Айдананың әкесі іздеріне түсіп жүгіре жөнелді. Әне, үшеуінің бойлары қылтиып көрінді. Кенет олардың біреуі жалт етіп артына қарады. Түрі сондай қорқынышты, тісі ақсиған адам. Шошына, түсініксіз тілде қасындағыларға бірдеңе деді. Енді үшеуі түгел қарады. Қарады да құйын секілді будақтай аспанға көтеріліп кетті. Кенет құйын арасынан дәулігі адамның басындай әппақ зат заулап ұшып келді де Айдананың әкесінің алақанына сарт ете түсті. Шошып кеткен Айдана: «Анашым!» деп айғайлап жіберді. 8 бөлімнің соңы. Жалғасы бар.